Жақсы жаңалық. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қазақстанда және әлемде болып жатқан жаңалықтарды алушылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписацияның барын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Қазақ Air Астанадан Қырғызстан мен Өзбекстанға ұша бастайды. 15 октябрь 2025. Қазақ Air компаниясы Астанадан Бишкек пен Самарқандқа тікелей екі жаңа халықаралық бағыт ашуда деп хабарлайды. Көлік министрлігіне сілтеме жасаған Казнур-КЗ. Ведомствоның мәліметінше, 2025 жылы 7 қарашадан бастап Астана-Самарқанд, Астана бағыты бойынша аптасына 2 рет, жұма және жексенбі, ал 10 қарашадан бастап Астана-Бишкек, Астана аптасына 2 рет, дүйсенбі және бейсенбі бағыты бойынша тікелей рейстер орындалады. Әуе компаниясы Астанадағы хаб арқылы жолаушыларға Бишкекке, Самарқандқа, Омбы мен Новосибирге, сондай-ақ Қазақстанның түрлі өңірлеріне ыңғайлы рейстерді ұсынады. Жаңа әуе бағыттары аймақтың іскерлік, туристік және мәдени байланыстарын дамытуға мүмкіндік бермек. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.